Құрметті қазақ елі, сіздерді 9 мамыр ұлы жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл мереке жанқияр ерліктің, еңселі елдің рухы өрлеп, жеңіс туы желбіреген күн. Бүгінгі тәуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік болуы да, еліміздің өркендеп, ел ордамыздың гүлденуі де осынау мерекенің жемісі. Бүгінгі ұрпақ аға буын, ардагерлердің танытқан қаһармандықтары мен қайсарлықтарының үлгі алып бой түзейді. Осынау ерлікке толы күн тарихымыздың мәңгілік жанында сақталмақта. Осынау арнаулы мерекеде баршаңыздың отбасыларыңызға денсаулық, зор байлық, бақ пен береке тілеймін. 9 мамыр жеңіс күні ең қымбат, қуанышты да қайғылы мәртебелі мейрам. Халқымыздың ерлігіне тағылым жақын көрінісі болып табылады. 1945 жылдың 9 мамыры жылдан жылға алыстап бара жатқан мерзім. Дей тұрғанмен де ұлы жеңістің аса маңызы мен бағасы біздің жүрегімізде мәңгілікке сақталады. Ұлы жеңіс мерекесі кеңістік дәуірінде де халықтардың ортақ мерекесінің бірі болып саналады. Жыл сайын мәңгілік алауы жанында отан қорғаушыларын, батырларды еске алып, гүл шоқтарымен рахметін айта келгендер жиналады. Біздер де қадірді ардагерлерге бейбіт өміріміз бен бақытты болашағымыз үшін алғысымызды білдіреміз. Қадірлі қазақстандықтар, соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері, сіздерді жеңістің 75 жылдығымен шын жүрегіммен құттықтаймын. 1945 жылдың 9 мамыры біз үшін мәңгі есте қалар қасиетті күн болып есептеледі. Жеңіс күні бізге азаттық пен бейбітшілік алып келді. Және де осы күнге жеткізген ата-апаларымыздың алдында басымызды иіп тағзым етеміз. Сіздерге үлкен рахмет. Және де тағы да бір осы мерекемен шын жүрегіммен құттықтаймыз. В этом году отмечается 75-я годовщина Великой Победы. Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны, поздравляем вас с праздником, желаем вам здоровья, хотим поблагодарить вас за мир и свободу, за чистое голубое небо, которое подарили вы. Мы никогда вас не забудем, вы в наших сердцах. Низкий вам поклон.